Барлықтарыңызға сәлем. Біз сериалдың пилоттық версиясын сіздерге ұсынудамыз. Осы сериалға біз инвестор, продюсер және спонсорларды іздестіріп жатырмыз. Толық ақпарат астында. Здравствуй, наш дорогой зритель. Мы очень рады приветствовать тебя на нашем канале. Желаю вам приятного просмотра. И хочу сообщить пару моментов по данному сериалу, что данный сериал был снят абсолютно без бюджета. То есть данная пилотная серия, вы смотрите, снятая полностью нашими силами. Приятного просмотра. И если будет кому посоветовать, порекомендовать данный сериал, контакты снизу. Еще раз приятного просмотра. Кет, Курик. Баланың тәрбиесімен айналысыңыз. Тағы не істеді бұл жалмауыз? Бізді тек қана аңыздарда, ертегілерде өмір сүреді деп ойлайды. Бірақ біз шынайы өмірде бармыз. Біздің әрқайсымызда ерекше күш бар. Sen de жалғызсың. Тағы не істеді бұл жалмауыз? Таңертең біздің батырдың жақында тұрмыс құрған әйелін ұрлап алып, ауыл сыртына алып қашты. Батыр ойланбастан құтқару үшін жалмауыздың артынан кетті. Енді батырдың да қайда кеткен белгісіз. Ауылдағылар осы маңайға кеткен дейді. Екеумізді жоқ қылып жібереді деп қорқпайсың ба? Біз жай ғана көріп білуге келген адамдармыз. Артымыздан жүздеген адам келе жатыр. Қорқпа. Не істеватсыңдар? Иә, түсінемін сізді. Бірақ балаңыз кеше ғана кеп мектептің балаларын ұрып соғып, қиын асырап алдыңыз. Бірақ Кешіріңіз. Мен сізбен толықтай келісем. Балам үшін де қатты алып отырмын. Мен әлі де баламмен жұмыс жасап жатырмын. Тағы да бір мүмкіндік беріңізші. Егер қайталанатын болса, онда баланың құжаттарын өзім ақ келіп алып кетемін. иә, жарайды, бала ғой. Бірақ баланың тәрбиесімен айналысыңыз. Сау болыңыз.
Үйге кеттік балам. Балам, мен сенің балаң емеспін. Ұқтың ба? Да, ол кезде мен әлі көп нәрсені түсінбейтінмін. Одан кейін 5 жыл өтті, қазір бәрі жақсы болып келе жатқан сияқты. Күнделікті наныма жететіндей жұмысым бар. Мы рады вас видеть в компьютерном клубе Unity, где мы собрали все самое лучшее железо. Это Intel Core i5 10-го поколения, RTX ядра на видеокартах 30-й серии. И самая лучшая периферия, которую вы можете увидеть, это собрано в нашем клубе. Бірақ сол детдомнан қалған әдет кетпейді. Брат, сыртта досикпен тіресіп жатыр, бер жүрші. Досикпен жүрші дейсің. Заберете сейчас, нет, что вызову! Вы что делаете? Так, менің брачкімді ұрдыңдар, значит, сендер допускать еттіңдер. Түсініп тұрсың ғой? Маған кезінде телефон қойып, үстіне ақша қойып, біраз сомаға шығып кететін тұғын жігіттер. За косяк 10 000 теңге и все. Түсініп тұрсың ғой? Болды, сөйлестім. Кеттік үйге. Болды, мама. Түсіндім сізді. Мен тек досым үшін тұрып бердім, болды. Дәмен, мен сені жақсы көрем. Кез келген жерден сені шығарып алам. Өйткен сен мен баламсың. Мен де детдомнан шыққам. Сондықтан да білем. Мына біз сияқтылар бұл өмірде жалғыз. Сен де жалғызсың. Досың. Ол өмірінің азғана уақытын алады. Бағанағы жерде төбелесіп жатып мерт болып кетсең не болады? Досың қашатта кетеді, болды. Мен де мәңгі емеспін. Сенің қасыңда әр кезде әрқашанда жүре алмаймын. Ешкім сенің қасында мәңгі жүрмейді. Менің де балам болған. Сен оны білмейсің ғой. Мен сені өз баламды жақсы көрем. Болды. Мен түсіндім. Кешіріңізші. Балаңыз сонда не болды сіздің? Ауыр болса, айтпай-ақ қойыңыз. Ерте ме кеш пе? Бәрібір бір күні ненің қалай болғанын білесің. Дәмен, оның есімі Думан еді. Бір күні бала кезден бірге өскен досы көріспегелі көп болды ғой. Жүр кафеге барып отырайық деп шығарып алып кетті. Олар кафеде біраз ішкен. Қасындағы столикте бір топ мас адамдар отырған. Солардың бірі оның досын байқамастан қақып кетті. Менің балам жігіттер қойсаңдар деп арашалағанда арғы жақтан
бір көзі бір дәу шығып, екеуі ерегесіп, сосын көшеге шығып төбелескен. Ол дәу баланың желкесін бұрғанда, ол сол жерде мерт болды. Ана досы, қайдасың да? Досы төбелес басталған кезде қашып кеткен. Ол дәуді оның таныстары мықты болып шықты. Ол инвалид, ауру деп соттатпай аманат қылды. Оны танитын адамдар ол бір ұрғаннан өлтіріп жібердім деп елдің бәріне мақтанып жүр екен. Менің бармаған жерім, баспаған тауым, қақпаған есігім қалмады. Бірақ мен оны соттата алмадым. Енді ол маған шантаж жасайын деп жүр. Кеше көшеден көріп қалдым. Жүгіріп келіп ұрмақшы. Жәмен, сенен басқа менің ешкім жоқ, түсінесің ба? Мен оның қолынан өліп кетсем не болады, айтшы. Сен менде жалғызсың ғой, сенен басқа ешкім жоқ. Неге маған айтпадың да? А? Неге мен білмеймін? Мен сен онда еске итермелегім келмейді. Бүгіндікке жетер. Қарның ашса, қазанда тамақ бар, құйып өзің іше бер. Мен жатып демалайын. Сен біз сияқтысың ғой. Не керек саған? Түсінбедім. Не болды жап жаңа? Қалай не болды? Сені ана жалмауыз жіберді ғой, дұрыс па? Тоқта. Сені детдомнан бір әйел асырап алды. Ата-анаңның кім екенін білмейсің. Бірақ білгің келеді. Біз сияқтылар. Жай адамдармен салыстырғанда ерекше құжаттарымыз бар. Сол арқылы табуға болады. Түсінбедім. Кім ол біз сияқты? Не көк түс мынау? Жай адамдар бізді тек қана аңыздарда, ертегілерде өмір сүреді деп ойлайды. Бірақ біз шынайы өмірде бармыз. Біздің әрқайсымызда ерекше күш бар. Сенің атың кім? Сенің әке-шешең танитын шығар. Не істейсің менің атымда? Менің анамның рөліндегі кісінің баласын өлтірген сен ғой, а? Тоқта, мен жайдан жай ешкімді өлтірмеймін. Сен мысалы, осыған дейін қанша адамды ұрып соқтың? Сол жалмауыздың айтуы бойынша сен жіберіп отырған жалмауыз. Ол сенің анаң емес, қателеспе. Ол нағыз жалмауыз. Ол жалмауыз емес. Ол менің анам, түсіндің ба? Оның баласын өлтірген сен.
Қайталап айтамын. Мен жайдан жай ешкімді өлтірмеймін. Значит, менің өміріме қауіп төнген. Ұқтың ба? Sen Cilayak'ta ұрпағысың. Жалмауызға сенбе. Cilayak. Cilayak. Мен күлдім таратып бірақ қаратат. Хей, братца, брата деп баратат. Дим, бұл дарахат. Ән ағаларға бар қанағат. Хабардақ тақпақтан құлақтардан қанағат. Кім мені күтеді? Сұп-сұқ төсегімде түндерім өтеді көп сарайтын екі ауыз өтірігімде.